Видеоға қош келдіңіздер. Бүгін бізде өздеріңіз көріп отырғандай ауылдамын. Ауылға келдім. Мен негізінде қалада жүремін, үйімде. Ояқтан келдім. Бізде қарасам осындай жаз болып кетіпті. Бағана жаңбыр жауды, қар аралас. Содан кейін мен вообще далаға шыққан жоқпын. Комнатаға да барған жоқпын. Өйткені үйде жүрмін, ана кухняларда компьютер көріп, телевизор көріп, сондай жүрмін. Үшінші этажда өтті менің күнім. Қазір далаға шығып жителердің халін білгім келіп жатыр ғой. Кеше жатыр екен. Так. Мына жақтағы гараждың артындағы, яғни үйдің артындағы қар өте дәует, мынандай бір блок сияқты. Олардың бәрі еріп кеткен да. Вот, еріп кеткен барлығы шы. Мынандай дымқыл оқаған ғой жердің барлығы. Мына жердегі қарлар ерімеген. Үсті-үстіне жауып, одан жаңбыр болып, одан мұз болып жатыр жердің барлығы. Сәлем, житель, қалайсың? Қағасар, көмектесші маған, ауылда жалғыз едім, мен үй өртеп кетті, мақана найзағайдан кейін. Көмектесші маған, мен үйімде ешқандай ресурстарым жоқ, міне бұяқта істесем шықпай жатыр. Көмектесші маған, ресурстары вообще жоқ, ағаш, дом, міне көмектесші, үйім бәрі өртеп кетті. Енді өшірдің ба? Тоқта, үйім өртеніп кеткенде қалай ол? Сол найзағайдан өртеп кетті, үйімнің барлығы. Көмектесші, мен аяқта топтарым жоқ. Топ сындыруға, даже менің батырғам жоқ мияқта. Көмектесші. Математика не стопор демейсің ба? Қайсысы сен? Қай жерде тұратын едің? Екінші? Ё-майо, достар. Неге не оған? Баш. Ыстық па не? Ё-майо, енді қалайшы? Мына үйді енді қазір ремонт жасауым керек. Ремонт жасап бер деп отыр ғой. Мына үймен қосып, мына үйлерді ремонт жасап тастасам. Өйткені қандыр, бір коробка сияқты болып тұр да, сыртқа қарағанда тек қана коробка. Анда бір ешқандай оформление жоқ. Сол үшін барлық жерді ремонттайын мен. Так, мынаны алып тастасайын, қарларын барлығын. Так, бұның барлығын негізінде по полностью алмай-ақ қояйын. Тек қана керек емес жерлерін ғана. Пол даже тесіліп кеткен ғой. Так, мынаның барлығын қарларын алып тастасайын. Так, мына күйгендерін бәрін алып тастасайын. Так, слайд. Так, мынада. И вот, уже дайын болып қалды деп. Так, жоқ әрине. Ауылдың істелген әдемілеп жасауым керек бұл үйді. Ағаш. И әрине мынандай доскам. Есік. Қалғандары булыжник. Бұл қалған үйдің оформлениесі кесте берем ғой. Так, осылай байлап қоя берейік. Так. Қалған үйлерге де әрине ремонт жасаймын. Бұның бәрін булыжник қылып беремін, үйдің барлығына. Жер ол. Құмда жүре алмайды, сол үшін жителердің үйдің барлығына ремонт жасап берейін. Әдемі. Осы ауылдағы жителердің үйінің ең әдемісі мына ой. Ол үй мен салғам, бірақ житель досыма беріп тастаған ол дейді. Сол үй ауылдағы ең әдемі үй болып тұр ғой жительдерден. И қазір жителдерге ремонт жасап берем үйлеріне. Бесе тым әдемі емес, андай коробка сияқты да үйлері. Сосын ремонт болады бүгін. Сонда бір ой келіп жатыр да жаңа. Барлық жительге неге жасап бермеске деген. Как мына жительге ремонт жасап жатыр екен. Сөйтіп жасап тастасайын. Осылай жауып. Так. Шыққа қойылып кетіпті. Булыжник қояйын. Қолдың барлығын. Не? Бірақ енді айналарын ауыстырамын. Айналары кәдімгі істеп қойып тұра берсін. Так, осылай. И кроватты да алып тастайық. Так, осылай.
осындай қойып сайын. Әйтпесе құмда аяқтары суық болады, тем более қазір қыс далада қар еріген жоқ. Еріген жоқ далада. Ешқандай қар еріген жоқ далада. Сол үшін жылы жүрсінде осындай блогерлер қойып жатырмын. Қазір ремонт біткеннен кейін видеоны жалғастырамын. Әйтпесе қазір мен бұл видеоны сұрсам, достар, мен үйдің бәріне ремонт жасап болдым. Бәрін қазір көрсететін болам. Мынау біздің өртеніп кеткен үйіміз. Яғни найзағай түсіп өртенген үйіміз. Міне, бұрынғы до и после. Міне, әдемі қылып жительдердің үстіндегі киімінің стиліне осындай коричневый ковер жасап қойдым. Барлық үйге. И тастарын блужник қылдым, шөліміз. Уютный дом. Вот осылай келіп сумкасына заттарын салады, пешкасына заттарын қояды, инструменттерін жасайды, келіп ұйықтай қалады. Шешетін болса мына жерге отырады да төсегіне мына жақта сондықтың үстіне шегеді, сандықтың үстіне шайларын қойып. Отырғыш жазып қойсайын енді жителдерге. Отырғыш керек жителдерге, шай ішеді ғой оларда. Онда отырғыш салып қоя салайын мен. Шай ішетін болады олар. Енді шайды енді барлық тіршілік иелері ішеді ғой. Сол үшін осындай кішкентай ғана бір адамдық осындай отыратын орындық істеп қоя салайын. 2 адамдық. Ладно, бір адамдық жетеді. Кезектесіп отырып ішетін шығар. Ал жарайды кеп. Шошқа не қарап тұрсың? Ал келесі үйде де тура сондай. Бірақ бұл үй үлкен. Кешіріңіздер, бір қателік кетіпті. Ал енді мына жерге де бір отырғыш қойып қояйын. Әйтпесе бұл жерде маған ренжиді, маған қоймақсың ғой. И осы жерде осындай. Екеуі біреуінде бұл. Мына жерде отырып шай ішесің вот. Ал ол шай ішетін стол кроваттың жанында. Кроватьте отырып, мына жерге любой затыңды қоя бересің. Жақтағы менің көршім ғой, бұл менің. Бұл менің көршім ғой, бұл менің. Жан дегенде жалғыз көршім ғой, бұл менің. Сол үшін бұл көршім еден. Все, қатты жақындатпай қойын. И әрқайсысында балкон осындай төбеде. Бұл үйге қойып бердім. Қойдым. Ал енді мына үйге қоюым керек. Бәрінде осындай коричневый отырады. Кілем бәріне сондай төсеп қойдым. Ешқандай житель маған ренжімес үшін. Ал осылай барлық жительдің үйіне ремонт жасап бердім. Екі жительдің үйінде блудың жоқ ма? Ал мына екі жительдің үйінде офисім. Көрмей орсаңыздар, қазір көрсетемін. Сыйрай. Ойламайсың бір жерде істеледі. Міне осындай офис менің мәртебе офисім. Бұл жерге де кровать қойып қойдым, если что, шашып отырсам келіп шашатындай. Мына жақта менің стул орным, сундук, сандық, документтер саламын жатқан, кітаптар әрине. Осындай менің офисім. Ал еще қызық болса лайк басыңдар, тағы түскен